Құлқыдық қасиетті асыл мекен, қадірі тау менен тасын деген. Достармен дидарласып 50 жылда, қуаныш бақыт деген, қасым деген. 50 жыл бопты біз ұядан ұшқалы, қияларға қонды ұшқан құстары, басын қосар туған жердің төсінде, сыйластықта, достықта аян күш бары. Ұлы достықты ту еткен қадірлі достар, сіздерді 2026 жылдың 25-ші, 26-ші және 27-ші мамыр күндері болып өтетін Үшқұдық ауданы Құлқыдық ауылындағы Абай атындағы орта мектепті 1966-1976 жылдар бітірген 50 жылдық түлектердің кездесу кешіне шақырамыз. Кездесу шарасы, яғни достардың бас қосу кеші 25 мамыр күні кешкі сағат 18:00-де Жолшылар ауылында Қалыбаев Тайырдың отбасында басталады. 26 мамыр күні сағат 8:00-ден 8:30-ға дейін Құлқыдық ауылы қақпасында қонақтарды құрметпен күтіп алу рәсімі өтеді. Сағат 8:30-дан 9:00 аралығында Алтын мектепте 76 түлектерінің қазіргі заман талабына сай жабдықтаған математика кабинетінің ашылуы өтеді. Сағат 9:00-ден 10:30-ға дейін орталық клубта 50 жылдық кездесу мерекесін өткізу салтанаты. Сағат 10:30-дан 11:30-ға дейін Боқан би және Абдулла Ералиев атындағы бейіт басында дүниеден өткен сыныптастар рухына Құран бағыштау, зиярат ету. Сағат 12:00-де орталық клубтың шағын залында халыққа ас беру, дүниеден өткен сыныптастар рухына хатым Құран бағыштау. Сағат 14:00-де әулие ерлер атаға зиярат ету, табиғат аясына саяхат жасау. Сағат 15:00-де өмірден өткен сыныптасымыз Қаныбет Орынбектің рухына жұбайы балалары садақа қонағас береді. Сағат 17:00-де Құлқыдық ауылының тұрғыны Нұрмаханов Бақыт 76 түлектеріне арнап қонағасы береді. Кешкі сағат 19:00-де ауылдың мәдениет үйінде Тәуелбайдың тарлан әншісі Сайын Базаров, Қайрат Ахметов, Ернар Пердебаевтардың 50 жылдық түлектер мен осы жылдың жас түлектер үшін кездесеміз, жүздесеміз атты халыққа тегін гала концерт өтеді. Концертте 76 түлектерінен өнерлі аталар мен әжелер де өнер көрсетеді. 27 мамыр күні сағат 12:00-де қаламызда